ұбт да сені қадап кеткен мына есепті шығаруды үйреніп ал. Бұл жерде бізде осындай бір нүктеден былай қарай осы шеңберге қиюшы жүргізілген. Осы жерде саған x-іңізді тап дейді. Сурет ұқсамай тұруы мүмкін, бірақ та бұл осындай есеп болып келген. Короче, бұны қалай шығарамыз? Бұл жерде ешкім білмейтін формула бар. Яғни нүктеден мына шеңберге дейінгі қашықтықты 9-ды апарып көбейтесің, мына полностью мынаға дейін қашықтыққа. Яғни бұл жерде бізде 9 и x болады. Яғни бұл жерде 9 қосу x болады екен. Осы тең болады әрине қаншаға? Мына жерде сәйкесінше. Мына шеңберге дейінгі мына бір қашықтықты 8-ді көбейтесің мына бір полный ұзындыққа. Ол бізде қаншаға тең болады? 7 қосу 8 деген 15-ге тең. Осы жақта біз несеміз, осыны таба салады екенбіз. Енді қиындатпай мына екі жағын бүйтіп қысқартсақ 3-тен. Мына жақ бізде 5 болып қалады, мына жақ бізде 3 болып қалады екен. Осы жақта бізде 27 қосу 3x-ті ішіне көбейтетін болсаң, ал мына жақта бізде 40 болады. Енді біз не істейміз? 3x-ті апарып теңестіреміз. Мынаны былай қарай жіберетін болсаң бізде 13 болады. Әрине біздің x-ің жауабы қанша болады екен? X-ің жауабы бізде сәйкесінше 13/3 бола салады. Яғни есепті осылай шығарып, ұбт-та өзіңнің балыңды жоғалтпайсың.